Құрметті көрермендер, сіздермен бірге политонның кезекті саны. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз қудалау, ұстау және митинг деп аталады. Қонақтарымыз адвокат Асылбек Қараев және саяси белсенді Абзал Достық. Бағдарламамызға қатысқандарыңызға рахмет. Жалпы міне осы 25 қазан күні митинг жариялаған қуғындағы оппозициялық саясаткер, банкир Мұхтар Әбіләзов және қ.д.т жақтастары жариялады. Бірақ жиында енді митинг өтеді деген аймақта барлық қалада полиция қоршауға алды әдеттегідей, бірнеше көше интернет бұғатталды деген сияқты. Бірақ адамдар шыққан жоқ. Бірнеше адам ұсталды, бірақ олардың Алматының өзінде мен өз көзіммен көрген 5 адам ұсталды. Бірақ олардың өзі митингке барған, бармағаны белгісіз. Бұл жалпы ненің көрінісі деп ойлайсыздар? Бұл бір халықтың сол митингке шақырып жатқан адамдарға, ұйымдарға сенімсіздігі ме, жоқ әлде митингтің осы күнге дейін бір қадірінің кеткені ме, жоқ әлде халықта осындай наразылық акцияларына шығуға деген үрей басым ба? Не себепті халық шықпады дейсіздер? Асылбек. Ассалаумағалейкум, Еселбек бауырым, сіздің көрермендеріңізге барлықтарыңызға амандық болсын. Митинг жайына келетін болсақ, митингті шақыру бір бөлек, митингті қандай дәрежеде өткізу үшін жұмыс істеу, ұйымдастыру дүниесі бар. Оны жаңағы айдалада отырып шығыңдар дегенге шыға салу, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені әрине нәтижесі қандай болады? Нәтижесі ұйымдастыру жұмыстары жүргізілмегеннен кейін, оның да қамтамасыз ететін жағдайлар, егер билік тарапынан қарсылық күш қолдану тәсілдері болатын болса, ондай жағдайда не істейміз деген көптеген сұрақтарды шешпейінше наразылықты, митингті ұйымдастыру дұрыс болмайды. Оның үстіне билік тарапы өзінің күшін көрсетті, яғни ақпарат құралдары арқылы болсын, алдын ала қамаласыңдар, ұсталасыңдар деген фактор нәтижесін берді. Үшінші фактор, халықта өзіңіз айтқандай сенім жоқ. Өйткені қанша митингтер болды, сол бұрынғы белсенділерді қамау, күш көрсету, қиянат көрсету. Сондықтан халықтың жасыратын ештеңесі жоқ, үрейі бар. Бірақ алайда бір күні болмаса бір күні бұл отпен ойнағанмен бірдей қаңтардағыдай лап ете қалуы мүмкін. Абзал, сіздің ойыңызша не себеп шықпады деп ойлайсыз халықтың митингіне? Енді сен сұрадың, мен пікірімді айтайын. Біреуге ұнар, біреуге ұнамас, бірақ бізде митингтен мән, және ол рас. Біріншіден, митингті өткізетін күннің, яғни уақытының өзі дұрыс емес, және ол митингті өтетін жер деп белгіленген жер де дұрыс емес. Өйткені 25 қазан ол мемлекеттік мереке, республика күні. Митингті басқа күнге де өткізуге болады. Басқа кез келген күн келіп, кез келген сенбі, жексенбі күндеріне белгілеп, осы митингті ұйымдастыруға болады. Және ол митингті алаңдарда ұйымдастыру керек. Оны саябақтарда емес, адамдар демалып, отырып, орындықтарда отырып, бір демалыс күндерін солай оңаша өткізгісі келетін, отбасымен өткізгісі келетін уақытта сол жерді пайдаланып, сол жерде ұсталған адамдарды кейін менің адамдарым деп көрсетіп, белсенділерді менің митингіме келген адамдар деп көрсету, бұл дұрыс емес, ол қандай да бір саясаткерге абырой әпермейді. Сондықтан таңдалған жоқ, орында да дұрыс таңдалған жоқ. Басқа күн құрып қалғандай, осындай мейрам күндерін белгілейтін біз бұрыннан бері көріп жүрміз. Мен енді Әбіләзовтың жақтаушысы да емеспін, оның даттаушысы да емеспін, оған кір жағып. Бірақ барды бар, жоқ деп айту керек. Халықтың мейрам, мереке күндерін тойлайтын уақытын бұлай пайдалануға болмайды. Бірақ тиісінше Әбіләзовтың осындай – 'Ә, 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 'Ə, 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 '
алданып, Әблязовтың өзіне абырой жинап беріп жатыр. Олай дейтін себебім, дәл сол республика күнінің қарсаңында елдер мерекені тойлау күні керек болған кезде белсенділерді жаппай топырлатып қамады. 30 адамды қамады Қазақстан бойынша. Бір адамға айыппұл, 30 адамды 15 тәулікке қамаған. Бұл биліктің өзіне деген сенімсіздігін білдіреді. Егер билік осы нық отырмыз дейтін болса, ал шықсын көрейік деп қарап отыруы керек еді. Бірақ ішкі істер министрінің орынбасары Лепеха дегенін айтты ғой. Митинг өткізуге мүмкіндік бермейміз, тосқауыл қоямыз. Иә, олар сөздерінде тұрды, бірақ үнемі мен қарап отырамын, ол неше жылдан бері қайталанып келе жатыр. Төңкерісінен қорқып, алаңға онсызда шығатын адам жоқ қазір. Қаңтардағыдан кейін ең кемінде 7-8 жыл алаңға адам шықпайды. Оны біреу келісер, біреу келіспес. Бірақ ашық айту керек. Халықта үрей бар. Қаңтардағы азаптаудан кейін, қаңтардағы қантөгістен кейін. Екіншіден, халықтың белгілі бір бөлігінде бәрі елдің арасы жүрміз ғой, үміт бар. Назарбаевтан құтылдық қой, қазір қалай болмасын басқа адам келді ғой деген сияқты. Сондықтан митингке кеше халықтың жиналмауын осы себептерден қарастыру керек. Бірақ екі түйе сүйкенсе ортасында шыбын өледі деген сөздің кері келіп, қаншама белсенділер мейрам күндерін, яғни өздерінің жарты ай уақыттарын түрмеде өткізуге мәжбүр. Ойым осы. Асылбек Абзалдың сөзімен келісесіз, жаңағыдай 7-8 жылсыз енді халық алаңға шықпайды деген, қаңтардан кейін үрейленіп қалды дегенге. Мен 7-8 деген нәрсемен келіспеймін. Өйткені бір жағынан кішкентай дін жолында жүрген азамат ретінде алаң қалауы болатын болса, 7-8 жыл емес, ертең ақ болып кетуі мүмкін 7-8 сағаттан кейін. Оны қаңтар оқиғасы оған дәлел. Бұл жердегі Абзалдың айтпақшысы, халықтың шыдамы қай күні шегіне жетеді. Адамзаттың өзінің әрқайсымыздың шыдам деңгейіміз әртүрлі ғой. Біреу жаңағы боққа тамағына шөр, жаңағы аузына шөр батқанша шыдайтын шығар. Біреу оны боқты көргеннен бастап жеркеніп, жаңағы нәтижетін шығар. Біреу басып кетсе де сүртем ғой деп жүретін шығар. Сондықтан әркімнің деңгейі әртүрлі. Қай күні халық деген бір өзі организм ғой. Қай күні халық оған сыртқы факторлерді әсер етіп ертең шығып кетуі мүмкін. Сондықтан бұл жерде 7-8 жыл деп айтуға болмайды. Бірақ жаңағы ақылға сайып алып келетін болса, халықтың үрейі бары рас, және халықта үрейден басқа мынау үміті де азайып бара жатқан сияқты халықтың, бұны уақыт көрсетеді деп ойлаймын. Жалпы жаңа келесі сұрақ ретінде қоймақшы болған, бірақ Абзал жауап беріп тастады. Осы митинг алдында жалпы ел бойынша енді 30-ға жуық белсенді ұсталды, 15 тәулікке қамалды деген сияқты, 15-20 тәулікке қамалды. Осы митингке байланысты деп айтты өздері, енді белсенділердің өздері соған байланысты біз қамап жатыр деп. Жалпы енді осы қазір қарасақ, халық шықпайды. Жоқ, кешегі өткен 25 қазанда өткен митингте халық шыққан жоқ, бірақ енді адамдарды ұстады бәрібір де. Енді сонда билік не үшін ол адамдарды қамап жатыр? 30 белсенді енді ол бүкіл бір атмосфераны өзгертіп жібермейді ғой. Ел бойынша 30 белсенді. Талдықорған сияқты кішкентай қаладан бір 30 белсендіні ұстап қамап деп ойлануға болады. Иә, осы адамдар шығып ертең митингіге шығады деген сияқты. Бірақ бүкіл ел бойынша 30 белсендіні қамады, бірақ олар енді ертең митингіге шығып төңкеріп тастамайды. Не себепті қамады деп ойлайсыз? Мен айтып кетейін, Абзал шет жағасын айтты. Үкімет билік басындағылардың үрейі өте күшті деп. Бұл соның дәлелі. Өйткені қазіргі биліктің іс-әрекеттеріне мынау ақылмен, логикамен есеп беруге немесе олардың келесі қимылдарын, іс-әрекеттерін бір заң талаптарына сай болжауға болмайды. Бұдан біз көретініміз, жаңағы Абзал айтқандай, тек қана биліктің үрейі емес, биліктің уже қауқарсыздығын көруге болады. Мынау
сасқан үйрек құйрығымен суға сүңгіді демекші, алмай отырған басқару жүйесінің дұрыс істелінбейтін Назарбаевтың жүйесінің ешқандай өзгеріссіз қалуынан қазір биліктің басындағылардың өзі, мемлекет механизмінің өзі дұрыс істемеуде. Бұл әрекеттері көбінесе халықтың жанында үрейі бар дедік қой. Кеше қаңтар оқиғасында да қазіргі де көшедегі көргенді ұстап қамауында бір заңға сиятын, ақылға сиятын. Сондықтан бұндай биліктен тек қана қылмыскер ретінде әртүрлі жағдайды күтуге себепсіз қамаудан басқа жаңағыдай ұзақ мерзімге қамап тастау, қылмыстық іс, жала жабу, немесе оның ең жаманы кеше қаңтарда көріп отырмыз, өлтіріп тастау қауіпті де бар. Бұл биліктің қазір біз ашықтан ашық айтуымыз керек, тек қана үрей емес, ақылға сыймайтын нәрселерге баратын қылмыстық жүйе екенін айтуымыз керек. Жалпы енді сіздердің сөздеріңізді қарасам, билікте үрейленіп отыр, халықта қаңтардан кейін үрейленіп қалғанда. Екі жақ бірін-бірімен үрейленіп отыр. Бұл сөзді айланып келгенде бір дағдарыс қой, иә? Абзал сіздің ойыңызша, иә? Енді биліктің үрейленетін себебі ол бір-ақ нәрсе. Олар өздерінің әділетсіз жолмен келгенін білет, қиын екендігін білет, халықтың өзіне деген сенімінің жоқ екендігін білет. Барлықтарын олар анық көріп отыр. Олардың құлықтарына құрық байламайды. Өңкей Назарбаевтың кезінде жұмыс істегендер қазір Қариннен бастап басқалардың барлықтары сол билікте отыр. Енді бұл қорыққаннан бөлек, жалпы өздері мынау біздің азаматтық қоғамды езіп, жаншып тастау мақсатында осындай әрекеттерге барып отыр деп ойлаймын. Өйткені олар есепте алады. Дәл қазір халықтың мыңдап алаңға шықпайтын биліктегілерді қазірден бастап жылдатқенді бас көтерер азаматтарды қамап, айыппұл салып, осы уақытқа дейін болған, кеше қаңтарға дейін болған, қаңтардан кейін де басылып қалмаған азаматтық қоғам өкілдерінің еңсесін басып тастау, рухын сындыру. Өйткені кім қамала бергісі келеді? Кім 100 мыңдап айыппұл арқылы бергісі келеді? Үлкен ақсақалымыздан бастап жас балаларға дейін. Сондықтан бұл әдейі мақсатты түрде жасалып жатқан репрессия. Яғни қазірден бастап, тыныш кезден бастап, бас көтерген азаматтарды, сәл үн шығарған азаматтарды қамай беру, қудалай беру, яғни қыспаққа ұстап тұру. Яғни Назарбаевтың кезінде, қос биліктің кезінде қалай болғанын білеміз ғой, 2019 бен осы қаңтарға дейінгі аралықта бір 2 жылдай уақыт билік әдейі жаңағы қарап отырды. Шығарып, кетлингке алды, аздап арасындағыларды қамап қойды. Бәрі бір мүмкіндіктер болатын. Адамдар ойларын айта алатын. Қазір ондай мүмкіндік қалдырған жоқ. Тіпті митинг тұрмақ, бәріміз көзіміз көрді, жабық ғимараттың ішінде, дөңгелек үстелдің үстінде отырып сөйлеген адамдарға айыппұл салды. Одан кейін ең таңғаларлығы, мен өзімді қамаған кезде таңғалғам, видео түсіргенім үшін, тікелей эфир жүргізгенім үшін 15 тәулікке қамаған кезде таңғалдым, мұндай нәрсені негізі күтпегем, дәл ондай болады деп. Бірақ кеше ғана осы республика күнінің қарсаңында қаншама алматылық белсенділерді, басқа өңірде белсенділерді ештеңе айтпаса да қамап тастады. Түсірмесе де қамап тастады. Үн-түнсіз барып үстінде футболка, жаңағы жейдесі де жоқ, ұрандатылған, ешқандай жазу жазған, тып-тыныш тұрған адамдарды, Марат Мусин сияқты кісілерді білмеймін енді, Мұрат Ұрланов, олар ештеңе түсірген жоқ, тіпті сөйлемейді. Оларға сөйле десең де сөйлемейді олар. Бірақ солардың өзін қамап тастады. Бұл деген сөз, билік алдағы уақытта өздері мығым еркіндік болмас. Яғни бізде алдағы уақытта жақын орада митинг болмайды деген сөз. Митингке олар рұқсат бермейді де, рұқсат етілген, етілмеген деген баяғыдай митингтер өтпейді. Бұл тек қана бір үрейден емес, алдағы уақытқа дайындық. Сондықтан себебін мен осылай қарастырамын. Есәулет, рұқсат етсең, біраз нәрсені жағдайды айтып кеттік. Тағы да бір айтылмаған нәрсе, ойымша, мынау сыртқы күштердің, оның ішіндегі мынау біздің ұлы көршілеріміз, Айдақары бар, Аю бар, солардың қазіргі мынау халықаралық жағдайлардың шиеленісу кезіндегі мынау бізге беріп жатқан бір нұсқаулары болып жатқан сияқты. Өйткені екі мемлекетте, Қытайда, Ресейде де тек қана жаңағы халқын жаншып ұстау,
тек қана мемлекеттің билігінде отырғандар ғана ақыл айтуға немесе солар ғана жаңағы бір нұсқау беруге тиісті сияқты. Оның ішінде тағы да бір ескере кететін жағдай, біздің жаңағы сайланбаған президентіміз Тоқаев сол Ресейдің КГБ-сінде тәлім тәрбие алып, одан кейін Қытайдан барып мемлекеттік басқару ісінің жаңағы неше түрлі өнерлерін үйреніп келуі, біз солардың нұсқауымен қазір халықты жаныштап ұстап, тек қана биліктің басында отырғандар ғана тұр десе тұрып, отыр десе отыратын жағдайға әкеліп ұстауды, яғни диктаторлық режимді ұстануды, сол режимді ұстанса ғана олар билікте нық отыратын, ұзаққа отыратынын біліп отырған сияқты. Сол себепті жаңағы ақылдасу, немесе мынау заңға қайшы ғой, немесе мынау халықаралық аренада біз масқарамыз шығып жатыр ғой деген нәрсеге ешқандай алаңдамайтын кәдімгі таза диктаторлық режимге өткенімізді көрсетіп отыр. Сондықтан сыртқы ықпалдың да әсері бар ғой деп ойлаймын. Жалпы осы белсенділерді қудалап жатқан кезде қамайды, айыппұл салады, әртүрлі себеп сылтауы бар ішінде. Осы дүниелерді бір санаулы ғана сол белсенділердің, азаматтық қоғамда жүрген адамдар, сосын бірнеше бір журналист, бірнеше ұйым ғана айтады. Осындай репрессия жүріп жатыр, қудалау болып жатыр, жаныштап жатыр, басып жаншып жатыр деп айтады. Бірақ жалпы халық оны бір репрессия деп қабылдамайтын сияқты. Не себепті деп ойлайсыздар сіздер? Жоқ, әлде олар да бұны қабылдап? Былай ғой. Енді осы уақытқа дейін бұрындары митингке шыққан адамдарды қаңтарға дейін көп адамдар түсінген жоқ. Митингке шыққан кезде біз митингке шығып кетіңдер тұрсақ, немесе бізді ұстап жатса, адамдар бір не дейді, жаңағы зоопаркте адамдарды көргенде бір қызықтап қана қарайтын, ешқандай бір кейбіреулер тіпті тіл деп жататындар болатын, тыныштық керек деп жататындар болатын. Сондықтан енді қазіргі уақытта бәрібір ол шындыққа ашық қарау керек. Біздің қоғамда, осы елдің арасында өмір сүріп жатырмыз, бәрін көріп отырмыз. Қаңтар қырғынынан кейін митингке деген адамдардың көзқарасы бәрібір өзгерген. Бұрын дұрыс қарап жүрген адамдар да өзгерген. Дәл қазір бізге митинг керек емес деп ойлайтын, сондай тұжырым жасаған адамдар да бар. Оған биліктің бұқаралық ақпарат құралдары, тек қана мемлекеттік емес, кейбір тәуелсіз деп айтатын ақпарат құралдарының тіпті арнайы осы республика күннің қарсаңында өздері жоспарлы түрде жүргізді. Мысалы үшін митингке шықпаңдар, қаңтардың қайталанғанын қалайсыңдар ма, не керек сендерге, тыныштық керек деген сияқты насихат жұмыстары жүргізілді. Сондықтан TikTok'та, әлеуметтік желіде де жүргізілді. Кәдімгідей өте қатты науқан екені көрініп тұрды. Барлығы алдын ала ұйымдастырылғаны көрініп тұрды. Бұл енді әсер етпей қоймайды. Өйткені қаңтардың болғанына 2 жыл болған жоқ әлі. 20 ай болды. Қаңтардың жарасы әлі жазылған жоқ. Адамдар бәрібір, ол халықпыз ғой, бәрібір қандай болмасын, кезінде мықты болсақ та, басқа болсақ та, ата-бабамыз. Ол бәрібір қарайды, есептейді. Жаңағы үсті үтіктеліп жатқан, үстіне қайнаған су құйылып жатқан азаптаулардың бағыттары көрді ел. Бәрібір ол қазір митингке шыққан адамдарға бір батыр деп қарайтын адамдар жоқ. Немесе митингке шыққандарды ойбай, 15 тәулікке қамалды деп, олар үшін өре түрегелетін қоғам жоқ бізде. Асылбек, сіздің ойыңызша? Менің ойымша, барлығы дұрыс, оны бірақ біздің қоғам қазір оян қазақ деп жүрміз ғой. Қоғам негізінде оянды. Бірақ жаңағы қанша оянғанмен үрейден, қорқыныштан арыла алмай жүрген қоғамға айналды. Оның себептері өте көп. Жаңағы Назарбаевтан бастап жүйенің толық осы 30 жыл жұмыс істегені, оны жалғастырушы Тоқаев болғаны, ол ешкімге жасырын емес. Халықты сондықтан жаңағы митингіге шықпайды деген нәрседен мен аулақпын. Қазақ қазір
іздену үстінде деп ойлаймын. Сонан кейін жаңағы сіздің айтқаныңыздай ақпарат құралдары, биліктің қазір барлық құралдарды пайдаланып, оған қаражатты аямай төгіп, арандатушыларды, оның ішіндегі мемлекеттік қызметкерлердің айлығын көбейтіп, санын көбейтіп, жаңағы тәуелсіз журналистерді, басқаларды, кәдімгі көшедегі тиктокер, блогерлердің өзіне ақша беріп сатып алуға шүр, сондай арамызда пиғыл іс-әрекеттерге барып жатқан биліктің ол жасырын емес ешкімге. Жаңағы қайдағы біреудің тек қана өзінің көрермендер алдындағы бір репутациясын пайдаланып, ақмақсыңдар ма, немесе молдалардың жаңағы сендер бір отбасыларыңды бағамай жүрген кезде елді басқару оңай дейсің ба деген уағыздарды ескенбіз жұма уағыздарында. Кешегі мысалға әдейі сөйлетіп болған сияқты әскери жап-жас балалардың бұрын боғын сүртамай жүрген балдардың жаңағы үйлерінде көтерін қысып, Құдай сақтасын, тыныш отырыңдар деген сияқты сөздерді айтқызуы. Бұның барлығы биліктің мынау басқа жердегі сияқты, демократиялық елдердегі сияқты ең құрғанда жасырын түрде істеудің орнына, немесе ақылмен істеудің орнына қазір ашықтан ашық сондай іс-әрекеттерге барып жатқанын көрсетіп отыр. Сондықтан жаңағы Абзалдың сөзінің де жаны бар, жақын ортада халық шықпайды деген. Өйткені әбден осындай қоғамға, өтірікші қоғамға, алаяқ қоғамға, оның ішіндегі жаңағы немқұрайлылық көбейтетін қоғамға айналды. Сондықтан бұл жерде ешқандай бір билік тарапынан істеп жатқан. Ол мысалға қарапайым тілмен айтатын болсақ, үйіңе келген ұрыға сен дұрыстап ұрла, сен мына аяғыңды сүртіп үйге кір, немесе жаңағы терезені сындырмай үй есіктен ақ кірші деп ақыл айтпайсың ұрыға. Ұрының жұмысы ұрлық. Сол сияқты қылмыс істеуге, қылмысқа барып отқан билікке мына жеріндегі ақпарат құралдарын пайдаланып жатқаны, немесе жаңағы тиктокерлерді, басқаларды пайдаланып жатқанына оған тек қана біз жиіркенішпен қарағаннан басқа ештеңе әрекет жасай алмаймыз. Жалпы сонда митингті қазір билік халықты сөйтіп үрейленгендерден бұрын тағы оны құбыжық ретінде көрсетіп жатыр ғой, митинг. Бірақ бұл жерде бұрын да айтылған еді ғой, осы митинг Тоқтап қалды. Үзіліп кетті. Айта берейік, если пока он подключится, айта берейік. Ол не айтқысы келді, сұрақ қойды ғой. Сұрақ қойып отыр. Ол үндеместен үйдей бәле шығады дей ма? Сол сияқты қазақтың нақыл сөздері бар ғой. Сондықтан халық үндемейді екен, шыдайды екен деп ойламау керек. Ол қай күні халықтың жарылатынын ол бір Құдай біледі. Ал сол отпен ойнап отқан билікке мен айтар едім, отпен ойнап отырсыңдар деп. Сен қалай ойлайсың? Мені интернеттен ақау болып шығарып жібердім, көрермендерден кешірім сұраймыз. Көрінбей тұрсың. Көрініп тұрмын ғой қазір, Жоқ, көрінбей тұрсың. Көрінбей тұрмын ба? Логин. Енді көрініп тұрмын ба? Иә. Енді көрініп, иә. Енді
көрермендерден кешірім сұраймын, біздің кінәміз емес, интернет осындай болып жатыр. Жалпы енді бағдарламамызды ары қарата жалғастырсақ, жалпы осы жаңа айтып жатырмыз ғой, ұстап белсенділер ұстайды, қудалайды, репрессия жасайды, бірақ санаулы ғана ұйым, журналисттер бар, соны жазатын, айтатын деп, репрессия жасалып жатыр деп. Осы белсенділердің өзі соңғы осы қаңтар оқиғасынан кейін, мысалы үшін бізде енді әртүрлі топтар бар ғой, әртүрлі саяси көзқарастағы ұйымдар бар, адамдардың тобы бар деген сияқты. Бірін-бірімен бұрын тайталасып жататын, дауласып жататын, қазір бір олардың біреуінің басына іс түсіп осындай бір қамалып жатса, 15 тәулікке, 20 тәулікке немесе айыппұл салынып жатса, олар бірін-бірін қолдап, сол соттарына барып деген сияқты, айыппұлдарын төлесіп деген сияқты консолидация бар ма белсенділердің арасында? Өте тамаша сұрақ. Өйткені жаңағы тек қана жаман жағын, оның ішінде абзал жаңағы 7-8 жылға шейін митинг болмайды деген сөздермен көрермендеріңді кішкентай түңілдіріп тастағандай болмасын. Әр нәрсенің, әр іс-әрекеттің өзінің қайыры болады дейді. Қайыры деген сөзіміз, біз осы наразылықтарымыз дейік, алдыңғы шығып жаңағы митингтерде қамалып жатқан, оның барлығының қайыры бар, оның барлығының елге беретін сабағы бар, және нәтижесі де болады. Мен айтар едім, өте тамаша сұрақ. Кейінгі кезде мынау бұрын көп бөлінетін болсақ, кейінгі кезде қоғам белсенділерінің, оның ішіндегі үлкен ойда жүрген, саяси көзқарастағы жүрген азаматтардың бірігуі жақсы байқалады. Неге? Өйткені жаңағы тауы шағылған адам, мынау адами қасиетті, бұл қанымыздағы бар дүние. Бәріміз қазақ, бәрімізде айтып жүрген бір терінің пұшпайын илеп жүргеніміз анық. Ол мемлекеттік қызметкерлердің өздері де қазір қоғам белсенділеріне деген көзқарасы өзгерген. Баяғы біздің артымыздан қуалап жүретін полиция қызметкерлерінің, прокурорлардың да көзқарасы өзгерген. Сондықтан қазір сол кеше қаңтардағы қырылғанда бізге Тоқаев айтқанда 20 мың террорист келген жоқ қой ешқайдан. 20 мың террорист келсе, анау мемлекет жаман еді, мынау мемлекет жаман екен, жаңағы 5 мыңы да ана жақтан келіпті, басқа мемлекеттен келіпті, 5 мыңы тағы бір мемлекеттен келіпті деп айтар еді. 20 мың террористтің болмағаны, және қамауда отырған кезде өз басымыз көрді, қаңтарда ұрып жатқанда, таяқ жеп жатқанда бәріміз қазақ болдық. Бәріміз қазақ болдық. Арасындағы сол бір қырғыз болған шығар, қалғанымыздың бәрі қазақ болдық. Сонда мемлекеттік қызметкерлерге де қазір сұрақ қоямын. Ішінде қызметтерінен кетіп жатқаны, тергеліп жатқандары бар. Масқара болып, басқа мемлекеттерге, басқа ұлттарға біз қазақ деген ұлттың өкілдері, оның ішінде белсенділері болсын, жаңағы мемлекеттік қызметкері масқара болдық. Бізге сырттан жау келген жоқ, өзімізді өзіміз ұрып, өзімізді өзіміз өлтіріп, өзімізді өзіміз қамап, әлі де соттап жатырмыз. Сондықтан бұл жердегі жаңағы митингілердің наразылық деп айтайықшы, жалпы наразылықтың әрине оның нәтижесі бар. Қоғам біріге бастады, ауызбіршілікке шақырушылар көбейе бастады. Бұл табиғи нәрсе, бұл болатын дүние. Ертең жаңағы ешқандай бөлінбей, ауызбіршілікпен ғана біз қоғамды өзгерте алатынымызға бір септігі болады, ол сабақ болып халыққа тиеді. Абзал, сіздің ойыңызша? Сіз енді қамалдыңыз, ұсталдыңыз, жалпы сезіндіңіз бе осындай бірігіп жатқанын деген сияқты? Иә, енді керемет болып кетпесе де, енді қуантарлықтай, көңіл көністерліктей белсенділердің бірігуі бар. Бұрын итпен мысық болып жүрген адамдармен қазір жақсы болып жүрген адамдарды білемін. Асылбек Қараев деген адаммен де мысалы келіспей қалатын кездеріміз болатын. Қоса тұрған адам. Ол жасыратын ештеңесі жоқ. Яғни ол заңдылық, оның ұятта ештеңесі жоқ, соншалықты аспанға айналып жерге түскен жоқ. Және енді ол айтсақ, соған қайтып айналып тіреле береміз. Әйгерімнің соты. Әйгерімнің сотында бүкіл белсенділердің бас қосқанын көрдік. Бір-бірін
аяқтарға оғы жоқ адамдар, осы уақытқа жетіп жүрген адамдар, бір залда тығылысып осылай иықтыресіп тұрды. Ішінде барлық ата жұрт болсын, екіге бөліп кеткен жаңа ДВК көше дегендері болсын, өз бетімен ешкімге қосылмаймын деп жүргендері болсын, желтоқсаншымын деп жүргендері болсын, басқалар болсын, жалпы осы азамат қоғамда біздің елде жүрген адамдар, олар барлығы сол жерде бас қосты. Ал енді сондай жағдай болатын болса, олар бірақ енді ондай нәрсе болмай-ақ қойсын, ондай қылмыстық жаңағындай үкім шығаратын жағдайлар деген сияқты, ондай онсыз да біздің түрмелеріміз саяси тұтқындарға толып тұр. Сондықтан мен өзім соңғы 15 тәулік қамалған кезде мен ешқандай да саяси ұйымға қатысым жоқ адаммын, ешкімге бүйрегім бұрмайтындай, ешкімге жаулығым да жоқ адаммын. Дәл осы жағдайда, осы позицияда бірінші рет қамалдым, және мен ол қолдауды сезіндім. Артымнан апарылған жаңағы азық-түлік болсын, ас-ауқат болсын, отбасыма көрсетілген көмек болсын, Фейсбуктағы жазған парақшаларда жазған адамдар болсын, осы уақытқа дейін бұрынғы уақыттарда мені қолдамаған, мен қамалған кезде күтіп алмаған адамдар, артынан бармаған адамдар барды. Сондықтан сондай бір құбылыс бар, сондай белсенділердің бір-бірін қолдауы. Және бұған себеп адамдардың, белсенділердің өздерінің ояна бастағаны, қарапайым халыққа ақыл айтып жүрген белсенділердің өздерінің кемшілігін мойындай бастағаны. Өйткені оған себеп кезінде белсенділер әрбір топ бір адамды әулие көріп, пір тұтып, бөлек-бөлек болып жүрді. Бірақ сол адамдар, сол әулие көріп жүрген адамдар сол жағдайды жақсы пайдалана білді, тек қара басын ойлағандар болды. Бірақ уақыт өтті, сол адамдардың кейбіреуі сотталды, серкеміз деп жүргендер кейбіреуі дүниеден өтті, кейбіреулері халықтың сенімінен айырылды. Сол себепті қазір белсенділер бір-бірімен кәдімгі қарапайым адами түсінікпен бір-бірін қолдауға көшті. Жалпы енді бағанадан бері айтып жатырмыз ғой, енді билік қазір енді қысым жасайды, осы митингтердің алдында жаңағы тиктоктың ішіндегі тіпті блогерлерге дейін насихат жасайды, митингті бір құбыжық қылып көрсетеді дегендей, белсенділерді алдын ала қамап тастайды. Бірақ енді бұның барлығы айланып келгенде жаңағы халық та шықпайды, үрейленіп қалған деп айтып жатырмыз, бірақ соның бәрі айланып келгенде енді митинг деген, наразылық деген бұл бір енді саяси күрестің бір жолы, сосын халықтың өзінің талабын айтатындай бір ең соңғы қадам ғой, митинг деген, наразылық деген. Сен бүкіл инстанцияларға барғаннан кейін сен тыңдамаса, сен талабыңды орындата алмай жатсаң, әділетсіздікке барып қайта-қайта соғыла беретін болсаң, осындай митингке ең соңғы қадам барады. Бірақ оның да тәжірибесі, оның да мәдениеті қалыптасу керек та. Ол ертең ол бірден бір бола салатын дүние емес қой. Ол жүре келе 5 адам жиналады, 10 адам жиналады, 100 адам жиналады деген сияқты. Оның әрқайсының тәртібі бар өзінің. Біреу шағып тастамау керек, магазин тонамау керек деген сияқты, біреу дүние мүлкін ұрламау керек деген сияқты. Бірақ өстіп жалғаса берсе, қазір қарасаңыз, ол тәжірибе қай жерде қалыптасады? Қазіргі жағдайға қарасаңыз, ол бір қалыптасатын да митингтер өтіп жатқан жоқ. Сіздердің айтуларыңызға қарағанда бір алдағы бір 7-8 жылда ол тіпті өтпейді. Онда біз тағы 7 жылдан кейін тағы осы сұраққа келеміз да, сонда біз бір орнымызда тұрып кері кетіп бара жатырмыз ғой, бұндай болатын болса. Ал сізден бастайық. Енді бұл жаңағы мен айтқан кезде бұл құбылыс дұрыс жағдай деп айтқан жоқпын. Нақты қоғамда бар, бүгінгі өмірімізде бар нәрсені айттым. Бірақ бұл бүгінгі биліктің қателігі. Бұл бүгінгі Тоқаев билігінің өткен Назарбаев билігінің қателігінен сабақ алмағандығы. Өйткені қаңтарға дейін де біз талай рет айттық. Мен қаншама осы эфир жасаған кезде үнемі қан тақырып жасасам да жиі 2-3 ай сайын қайталауға тырысатынмын, митингтің алдында айтатынмын биліктегілерге. Сендер халықты митингке шығу мәдениетін үйренуден тойтарыс бермеңдер, яғни кедергі жасамаңдар. Митингке шығып үйрену керек халық. Шығып Бағдаршамның қызыл жарығына тоқтап, жасыл жаңғанда жүріп, көгалдарды баспай, мемлекеттік және жеке мүліктерге зиян тигізбей, шығып, ойын айтып, белгілі бір уақыттан кейін қайтадан тарап үйрену керек. Әйтпесе, ертең өмірі митинг өткізіп көрмеген адамдар дүркіреп алаңға шыққан кезде, мыңдап шыққан кезде, олар арамдап қалады, соңы қан төгіске ұласады деген сөздерім, менің осы сөздерім YouTube арналарда тұр.
ол таспаға таспаланып қалды, ол ашып алып көрсетуге болады. Өйткені митингке шығып көрмеген адамдар, митингке шығып митингтің мәдениетін үйренбеген адамдар, еті үйреніп, көзі үйреніп, бір сондай бір мәдениет қалыптаспаса, ол соңы зардабы сұмдық болатыны түсінікті, және қаңтарда солай болды. Яғни халық алаңға шықты, олардың арасында арандатушылар болды, арнайы жіберген арандатушылар болды, ана банкоматтарды сындырғанда солар, дүкенді қиратқанда солар, бірақ соған еріп кеткен. Осы қаңтардан кейін 2022 жылы көктемде Испанияда халық көтерілді. Сол кезде Европаның ортасында тұрған Испанияның өзінде көшеде тонау деген орын алды да. Сондықтан ол біздің халықтың жабайылығы емес, ол бүгінгі сол қаңтар уақытында дейін билік құрған Назарбаевтың, яғни оған дейінгі Назарбаев Тоқаевтың қос биліктің қателігі. Халықты ұрып соғып, кемпір шалға дейін қарамай, коляскадағы балаға да қарамай, қамай бергеннің соңы қаңтарға алып келді. Егер соған дейін үйренетін болса, халық митинг дегенді жақсы көреді. Митингке шыққан кезде ол бір тойға бір мерекеге барғандай болу керек. Митингке шық, нағашың бар, көршің бар, ертіп алып, осындай бір талап қойып жатыр екен. Мәселе осындай екен. Соған байланысты барып, халықпен бірге барайық бізде, қолдайық, сол жерде қараны көбейтіп тұрайық деп айтып, барып, және үйіне қайтып үйрену керек. Бірақ соған Назарбаев Тоқаевтың қос билігі одан кейін мүмкіндік бермеді. Енді қаңтардан не болғанын бәріміз көрдік, билік те көрді, бірақ дәл солар сол қателікті қайталап жатыр қазір. Халықты жаңағы ұрып соғып, қамап, айыппұл салып, тырп еткізбей ұстауға тырысып жатыр. Егер де шөлмек 1000 күнде емес, 1 күнде сынады. Иә, енді 7-8 жыл деген ол мынау қарап, бақылап айтылған сөз, бірақ елде бір жағдайлар бола қалса, оқыс жағдайлар. Сол үшін жаңағы аягөздегі жағдай. Ол да негізі тұтанатын жағдай. 4 баланың өлімі әлеуметтік жағдай. Кезінде Астанадағыдай бұл да көтеріліп кетуі мүмкін еді. Сондай білмейсің оны. Қашан көтеріледі, қашан халық бұрқыта қалады. Бірақ сондай жағдай болған кезде тағы да біз опық жеуіміз мүмкін. Тағы да сондай қиратулар, тағы да солай азапталулар болып кетпес үшін қазірден бастап бүгінгі билік митингтің мәдениетін қалыптастыру үшін азаматтық қоғам өкілдерін тыңдау керек. Яғни біз, енді Тоқаев айтады ғой, біз демократиялық мемлекетте өмір сүреміз деп. Демократия дегеніміз ол қоғамдағы алуан түрлі пікірлердің басын қосып, ортақ ұйғарыммен елді басқару ғой. Бірақ ондай ештеңе көріп отырған жоқпыз. Сондықтан жағдай өте қиын, көңіл көншітпейді. Жағдай өте қиын. Басқа сөз жоқ. Асылбек аға, сіздің ойыңыз? Иә, бір сөзімен айтқан кезде, Абзалдың айтқан сөзі елдегі жағдай өте қиын. Өте қиын. Мынау митинг деген дүниені кеше осы 25 қазанда болатын митинг туралы, митинг болайын деп жатыр екен ғой, аға, бәрі шығайын деп жатыр ма деп қарапайым адамдардан өте көп сұрақ болды. Даже өзге ұлттың өкілдерінің өздері митингте шығайын деп жатыр ма, қорқыныш та көп, жаңа түсініспестік те көп. Митинг деген дүниені соншама билік өкілдерінің құбыжық ретінде көрсетіп қойғаны, митингке шақыратындардың бір қылмыскер сияқты қылып халыққа жеткізудің өзі, ол да бір нәтижесін берген сияқты. Өйткені митинг деген дүниеде ол конституцияда жазылған адамдардың құқығы екенін халық уже қорқынышқа айналдырып жіберген. Екінші жақтан, екінші айтатын нәрсе, митинг дегеніміз не? Митинг дегеніміз ол бір тиісті деңгейдегі ең соңғы баратын жер қалмағаннан кейін ең соңғы наразылық шара, ол наразылық шара. Ол жерде екі тарап бар. Бірі сол халық наразы болған, налыған, алданған халық, екіншісі сол проблемаларды, сол жаңағы сұрақтарды шешуге міндетті, жауапты билік өкілдері. Сол үшін отыр ғой олар, елді басқарамыз деп, тығырықтан шығу жолдарын көрсететін, немесе бір сұрақтарды шешетін билік, олардың мемлекеттік қызметкерлер, халықтың қызметшілері. Осы екі тараптың арасында не үшін наразы болады?
еріккен адам неге бармайды ғой, алаңға бармайды ғой, өзінің талаптарын қою үшін барады. Ал билік соны тыңдап, жазасын жерінде жазып алып, басқа қылып, сұрақтарды шешуге талпынудың орнына не істейді біздің билік? Біздің билік құбыжық ретінде бізді көрсетіп, алаңға шыққандарды жаңағы ұстап, мынау наразылықтың мәдени түрде өтуін бір құбыжыққа айналдырып жіберді. Кешегі айтып отырғанымыздай, бұның соңы неге алып келді? Кеше қанды қаңтарға алып келді. Бұл жерде бұның дәлелді ретінде айтатын болсақ, мысалға Алматы қаласындағы қаңтар кезінде, қанды қаңтар оқиғасында алды жағдайға алып барды. Басқа елді мекендерге қарағанда неге қан өте көп төгілді? Өйткені басқа жерде болып жатқан Ақтөбеде, Ақтауда, Жаңаөзенде болып жатқан осындай наразылықтарда, митингтерде ол жақтың халықтары талай жылдардан бері шақырып, тәжірибе жинап, өздерінің мәдениеттерін көрсетіп, өздерінің ішіндегі басшыларының бар екенін көрсетіп, оны тыңдайтын әкімдерінің, құқық қорғау органдарының олар да үйренген. Не болып жатыр жігіттер? Мәдениет түрі жеткізіңдер, сұрайық, басқа қылайық деп шығуы, ол тәжірибемен келген дүние. Тәжірибемен келген сөз. Ақтау халқы немесе Жаңаөзен халқы ақыл деген, бізден ақылдары жоғары екен деген дүние емес. Ол тәжірибемен, сондай мәдениетпен келетін дүние. Ал біздегі Алматыдағы болған қаңтар оқиғасында не болды? Бізде полициясы, КМБ-сізді бәрі қашып кетіп, ең соңында анау байғұс солдаттарды қалдырып, ана жерге, мына жерді қорғаңдар деп. Оларды сондай қақтығысқа итеріп тастап, Сағынтаевтың өзінің жоқ болып кеткені, әйтпесем жігіттер не болды деп шығатын билік өкілі ол. Қаланың басшысы қасындағы азаматтарымен, атқамінерлермен келіп, жігіттер не болды, не сұрақтар, бейбіт түрде шешейік, сіздерге мынандай не керек, қарапайым жаңағы әжетханаға шөр, ол заңда көрсетілген нәрсе, сонымен қамтамасыз етпегеннен кейін жаңағы шалкеттер наразылығын айтқан халыққа оға қол шоқпарымен сілтеп отыратын болса, әрине ол халық оны түсінбеуі мүмкін, оның ат жағы қақтығысқа келіп соғуы мүмкін. Оған жауапты халық емес, жауапты сол халықтың өтірік болса да сайлаған билікте отырған өкілдері жауапты болу керек. Сондықтан бұл жерде жаңағы мәдениет заңды екенін, наразылықтың, митингінің заңды екенін, оған жаңағы екі тараптың бір-бірімен келісіп, қақтығысқа апармайтын жағдайға жеткізу керек екен. Екі жақтың да ол міндеті, оның жауапкершілігі жүктелу керек. Енді бізді бұл жерде митингті кеше қаңтар оқиғасында да, мысалға, мына жақта әкімшілік жанып жатқан кезде сол жерде штаб құрып, жаңағы Абзал айтқандай, банкілерді тонайық, анау-мынау дегендерге тоқтау айтып, сол жердегі жаңағы түнгі күзетшілерді, болмаса жаңағы үлкен кісілерімізді жиналып, қашып кеткен байланысты қайттан орнату жағын штаб құрып, сол мәселелерді шешуге тырыстық. Ақыр жағы не болды? 6 қаңтар күні келді де тұрған бейбіт халық біздеген адамдарға оқ жаудырды. Сондықтан бұл нәрселердің барлығы байланыс болмаса, қақтығыста, оның ішінде қанды қақтығысқа апаруы әбден мүмкін. Оған ешкім кепілдік бере алмайды. Енді соңғы сұрақта болыңыздар, бағана бір айтып жатырмыз ғой, осы жаңағы қудалайды, митингтерді құбыжықтап көрсетіп жатыр, енді оның митингтің мәдениеті қалыптаспайды ғой ондай жағдайда деп. Сондай қазір осындай жағдайда енді не істеу керек? Азаматтық қоғам өкілдеріне, белсенділерге жалпы қысқа нұсқа жауап берсеңіз, Абзал. Енді осындай жағдайда, мынау қазақта сөз бар ғой, заманың түлкі болса таз болып шал дейді. Сондықтан ол міндеті, жалпы әрқайсымыздың міндетіміз деп есептеймін, халықты саяси сауаттандырумен, ағартушылықпен қолымыздан келгенше айналысу.
қаншалықты мүмкіндігіміз бар, сол мүмкіндікті пайдаланып, халықпен, ашулы халықпен, кедей, несиеге жегілген халықпен билікті өрістестіру болмау керек мақсатымыз. Екеуі бір-біріне міне, сен тонап жатыр, анау жеп жатыр, сен бейшарасың дегенді көрсету емес, халыққа, біздің жалпы Қазақстан халқын сауатты, байсалды халыққа айналдыру үшін. Өйткені 30 жыл бойы Назарбаев билігі халықты тобыр ретінде көріп келді, және тобыр ретінде пайдаланып келді, және әлі күнге дейін әлі халыққа сондай көзқараспен қарайтын білеміз. Өйткені сол билікте отырғандар қазір де билікте отыр. Сондықтан біздің мақсатымыз мынау байсал түрде нақты шынайы ақпаратты жеткізу, кімнің кім екенін өту керек. Өйткені бұл билікте Назарбаевтың билігіде өмір кетпейтіндей болған Назарбаев билігі де кетті. Енді Тоқаев отыр, ол да кетеді. Бірақ барлығымызға ең бастысы мемлекеттің тәуелсіздігіміздің тұғырлы болуы. Ешкімге қазір бірде-бір азамат осы белсенділік көрген жоқпын, қазір де жоқ. Билікті жаңағы талқаны шығарайық, күшпен басып алайық, Назарбаевтарды жаңағы дарға асайық деп жүрген ешкім жоқ. Барлығының айтатыны бейбіт жолмен жүзеге ассын. Халық өзінің ойын айта алатын жағдайға жетсін, халықтың әлеуметтік жағдайы шешілсін деген. Енді осыны одан ары қарай дұрыс жеткізуіміз керек. Биліктің қолында әрине күштік құрылымдар бар, ақпарат құралдары бар. Олар өздерінің дегенін жасауға тырысады. Бірақ бізде азаматтық қоғам өкілдері, белсенділер, осы қоғамда жүрген адамдар халықпен биліктің арасын ушықтырумен емес, керісінше халыққа жете жеткізіп, түсіндіріп, осындай саяси ағарту жұмыстарымен жүргізу керек, тоқтатпау керек, қолды төмен салып, ұнжырға түсіп, ұрып соқты деген сөздермен өз еңсеңімізді түсірмей, керісінше әр сәтті дұрыс, ұтымды пайдалануымыз керек деп мен есептеймін. Мен осы бағытта қазір жұмыс істеп жатырмын. Өзім сырт көз көріп жүрген шығар, осы YouTube арнам бар. Бұрынғы уақыт өтті, ұрандатқан, айғайлатқан, басқа ол уақыттан да өту керек. Бірақ қазіргі уақыттағы байсалды, парасатты халыққа ой салу, халықта мынау дұрыс пікір қалыптастыру, яғни мынау мемлекетті, азаматтық қоғам, әділетті қоғамды бәріміз дұрыс құрылу үшін атсалысуымыз керек деп есептеймін. Түсінікті. Асылбек аға, сіз ойыңыз? Иә, мен қосыламын. Мынау бұл жерде бір дүниені атап айтуымыз керек. Қоғам белсенділері деген саясатпен айналысып жүрген азаматтардың кім екенін қоғам түсіну керек. Біз бір билікке Тоқаевтың орнына таласып жүрген адамдар емеспіз. Біз қазақ елі үшін, жеріміз үшін, осы болашағымыз үшін еңбек етіп жатырмыз деп есептейтін азаматтарымыз. Ол жерде жаңағыдай басқа елдерде, көршілес елдердегі сияқты мынаның орнына ол ұнамай қалса түрмеден әкеліп, басқа біреуді бір байбатшаны отырғызайық деген дүние емес. Қазақстанда қоғамдық көз мүлдем өзгеше. Осы жерде айтылатын нәрсе, қоғам белсенділері, саясатпен айналысып жүрген жігіттеріміз, азаматтарымыз, қыздарымыз, бұлардың барлығы елдің болашағы үшін барын салуға дайын адамдар. Ол қанымыздағы бар дүние. Кешегі 100 жыл бұрынғы Алаш партиясының, Алаш көсемдерінің істеген дүниелердің бәрі 100 жылдан кейін басымызға қайтып айналып келіп жатыр. Осы жерде мен айтатыным, олар да кезінде әртүрлі өз жағына тарту жұмыстары болып жатса да, олар қазақ үшін, бейбіт заман үшін күресті, қазақ болып, мемлекет болып қалуымыз үшін үлкен жұмыстар атқарды. Сондықтан біз қазір қоғам белсенділері ол қанымыздағы бар дүниені әртүрлі арқылы жаңағы саяси көзқарастарды өзгерту, немесе жаңағы бағдарламаларды көрсету, немесе жергілікті билік басқару органдарымен тығыз жұмыс істеу арқылы,
немесе кешегі ана жаңағы депутаттыққа сәл де болса түсуге, әкім сайлауға деген шаралардың бүкіл барлығын қолдануға тиіспіз. Бұның бұл жердегі екінші айтып жаңағы жерім, бұл жерде мемлекеттік қызметкерлермен де жұмыс істеуіміз. Оларға да барып, оларды бір полиция қызметкерлерін немесе жаңағы әкімдерді сен ұрысың, жемқорсың деген сөзден, қатты жүректеріне тиетін сөздерден арылып, оларды өзімізге тартып, сен де болса қазақсың ғой, сен де болса осы мемлекеттің бірге бауырымсың ғой деген нәрселерге тырысуымыз керек. Ол деген сөз жаңағы билік жағына өтіп кету немесе басқа бір не емес. Оларды да сондай тәрбиелеуіміз керек. Өйткені 30 жылдың ішінде мемлекеттік қызметкерлердің өздері бір үстем тапқа айналған жағдайдамыз қазір. Олар халық, кейбіреулер шын мәнінде қарапайым халықты бір өздерінен төмен санайды. Ол шындығын айтуымыз керек. Сондықтан ол жағдайлардың барлығын екі жаққа да, билік өкілдеріне де, халыққа да түсіндіру, ағартушылық жұмыстармен атқарылады. Оның үстіне бұл жерде сыртқы жаңағы болып жатқан, басқа елдердегі болып жатқан қақтығыстар болсын, кешегі Украинаның соғысы болсын, жаңағы Израильдің соғысы болсын, осы нәрселерге қарап, билік те, халық та мынау елдігімізден айырылып қалмау үшін, мемлекеттігімізден айырылып қалмау үшін бірге жұмыс істеу керек екенін нәрсені ұғындыруымыз керек. Тек қана халыққа емес, билік өкілдеріне. Өйткені кешегі Украина халқының өзі жаңағы біреу Порошенко деп, біреу басқа деп, ананы олигарх деп, мынаны жаман жасаса да, бастарына түскен нәубетте, бастарына түскен жаңағы жоқ болып кету қаупі кезіндегі мына соғыста бір халық болып ұйымдаса алды. Бір халық болып ұйымдаса алды. Ішіндегі жаңағы олигархысы болсын, ана президентті жақтырмайтыны болсын, ішіндегі ұлтшылдары болсын, солар мына соғыста өздерінің жандарын аман алып қалу үшін бір ұйымдасуға мәжбүр болды. Біз сондай мәжбүрлікке жетпей тұрып, басымызға соғыс келмей тұрып, басымызға соншама дәрежедегі қиындықтар келмей тұрып, соның алдын алып, осындай мемлекеттігімізді сақтау үшін жұмыс істеуіміз керек. Сондықтан барлықтарын осы жұмыстарға қазақ екенбіз, оны жаңағы ішіндегі ұлтсандылық дүниелерін дамыту мақсатында жұмыс істеуіміз керек. Сонда ғана біз ел болып, мемлекет болып, өзімізді қорғай алатынымызға. Түсінікті, рахмет, уақыт бөліп бағдарламамызға қатысқандарыңызға. Сау саламатта болыңыздар дейміз. Рахмет сізге де.